Бәвәс. Мен доктор Анурат Хапандамын, лапароскопиялық және роботтық хирург Хайдарабад қаласындағы Аполло ауруханасында Жубили хезде жұмыс істеймін. Жатырдың түсуі деген ме? Жатырдың түсуі дегеніміз бір нәрсенің төмен түсуі немесе салбырауы. Жатырдың түсуі деп айтқанда, жатырдың төмен түсуі, яғни төмен қарай сырғуы айтылады. Ол жалғыз келуі мүмкін немесе сізде қуықта немесе тік шекте дөңес болуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдай қуыққа қатысты болса, цистоцеле деп аталады. Ал жамбас қуысының артқы бөлігіне қатысты болса, ретоцеле деп аталады. Жатырдың түсуіне не себеп болады? Көп жағдайда бұл жамбас түбіндегі бұлшықеттердің әлсіреуінен болады. Ол жас ұлғайған сайын немесе эстроген деңгейі төмендегенде пайда болуы мүмкін. Бұл жағдай көп балалы аналарда, ауыр босануларда, сондай-ақ созылмалы іш қату немесе ұзақ уақыт шөкел болған адамдарда да кездесуі мүмкін. Сондықтан осы жайттарды ескерген жөн. Немесе босанғаннан кейін әйелде өте ауыр босану болып, ол тез арада белсенді өмірге көшіп, ауыр физикалық жұмыстармен айналыса бастаса да, бұл жағдайға себеп болуы мүмкін. Тіпті осындай белсенділік те жатырдың түсуіне бейімдеуі мүмкін. Сонымен не болады? Қандай белгілері бар? Жасы үлкен адамдар бізге келіп, қанатта ісік немесе ауырлық сезінетінін айтады. Олар зәр шығаруда қиындық сезінеді. Зәр шығару үшін немесе үлкен бәретке бару қиын болғанда бір нәрсені итеру керек сияқты болады. Сол кезде ісік байқалады. Бұл біз жиі кездестіретін белгілер. Енді не істеу керек? Біріншіден, алдын алу керек. Босанғаннан кейін әйелдер кегел жаттығуларын дұрыс биологиялық кері байланыспен жасап, іш қатудың, жөтелдің алдын алуы керек. Және де, егер жеңіл пролапс болса, барлық пролапсқа міндетті түрде ота қажет емес. Көп жағдайда осы кегел жаттығуларын немесе жамбас бұлшықеттерін күшейтетін жаттығуларды жасап, жағдайды шамамен бақылауда ұстауға болады. Бірақ егер әйелде айқын белгілер болса, немесе пролапс салдарынан зәр шығару жолдарының қайталама инфекциясы пайда болса, не болмаса үлкен дәретке барғанда қиындық туындап, әр жолы сол жерге жүйкеліс болып, ыңғайсыздық сезілсе, онда біз ота жасауға мәжбүр боламыз. Егер бізге жасы үлкен әйел келсе, біз оларға жатырды алып тастауға, содан кейін цистоцеле мен ректоцелені жөндеуге және бәрін бекітіп, қынап күмбезінің пролапсын болдырмауға кеңес береміз. Бірақ көп жағдайда жас әйелдер келгенде, егер ол жатырын сақтап қалғысы келсе, оны да жасыруға болады. Жатырды орнына бекітуге болады. Бұны біз гистеропексия деп атаймыз. Біз жатырды не төменнен сакроспинозды байлама арқылы, не жоғарыдан кольпопексия жасап бекітеміз. Сонда әйел жатырын сақтап, тіпті балада туалады. Сондықтан олардың көбісі ақырында кесар тілігі арқылы босанады. Оны түсіну керек. Немесе өте әлсіз әйел кейде ота жасауға жарамай қалуы мүмкін. Ондайда біз пессари деп аталатын сақина қоямыз. Сақина пессари немесе басқа да қол жетімді пессарилер жатырды ішке итеріп ұстап тұрады, егер адамға наркоз жасауға болмайтын болса. Сондықтан бәрі жағдайға байланысты. Егер сізде пролапс болса, жаттығу жасауға бола ма? Сақина қойын керек пе? Әлде жатырды алып тастау немесе сақтап қалу арқылы ота жасауға жетпей, осының бәрін дәрігеріңізбен кеңесуіңіз керек. Рахмет.